Саламатсыздар ма? Бүгін біз кабачкиден міне үлкен болып кеткен огородтағы кабачкилерден икра жасайын деп жатырмық. Ол үшін бізге кабачкилердің сырты қатайып кеткендіктен сыртын аршып алдық бәрінің, және арасында мынадай дәндері үлкен болып кетсе, дәндерін алып тастауларыңызға болады. Сосын мінекей мынадай үлкен 3 жуа қойдым. Одан да көп салуларыңызға болады. Бұл сол кабачковый икра деген. Мына бірінші кастрюльді алып, соның үстіне бір 150 грамдай 200 грамдай май құясыздар. Осыған қазір осыларды бәрін шығырамыз. Бірінші шығырғаннан гөрі бұқтырамыз деп айтқан дұрысырақ шығар. Бірінші жуаны қуырып аламыз, сосын чеснокты соңғы жағында салған жақсы. Ол чеснокты жақсы көретін болсаңыздар молырақ салуға болады. Жақсы көрмесеңіздер бір 5-6 бас салсаңыздар да болады. Артық қатты керек емес. Сосын мен 4-5 морков шығарып қойдым. Ол морковты салмауға да болады. Морковты жақсы көретіндер көбірек салуға да болады. Енді осының бәрі қазір мен бәрін мыналардың турайым. Дұрысы ұсақтап тураған жақсы, себебі езілуге оңай болады деп. Асықсаңыздар ірі қылып, көбейік қылып турап, осы майға шығырып, төбесін жай отқа бұқтырып, бір 30-40 минуттай тастап кетесіздер. Сосын қайтып келіп, оны немен погружной блендермен езіп жіберуге болады. Оған жаңағыдай әуре болып, бұның бәрін миксировкадан тартып өткізіп отырудың қажеті жоқ. Керек заттар осы кабачкилер үйдегі, сосын жуа, морков, сосын үйдегі қолдың помидорын қосуларыңыз болады, болмаса томатный паста. Соны 1-2 қасық қосып жіберсеңіздер болады. Тұз, бұрыш дәміне қарай болды, басқа ештеңе керек емес. Мыналардың өздерінің суы шығады, су құйып қажет емес. Егер асты күйіп баратыр деп қорқып атсаңыздар, мүмкін жарты кесе құйып жібересіздер, бірақ өздерінің суы шығады. Ең бастысы майы болса, ол күйдірмейді, астын жай қойыңыздар оттың. Ал мен қазір мыналардың бәрін турап тастайын, сосын қайта түсіремін. Алған екен. Бірақ көбірек салсаңыз да болады. 1 килограммдай морков, ол да салатты дәмді қылады. Менің бірақ көріп тұрғаныңыздардай нем көп, кабачкиім көп. Бәрі осы бір қазанға семей қалады. Мына жуа күйіп баратыр екен, мына жуаны күйдірмеу керек. Мінекей жуаны майға қуырып. Мынау ірі қылып турасаңыздар да осылай езіліп кетеді. Главное, жуа күйіп кетпеу керек ең бастысы. Сарғайса болды. Мен қалған морковымды турап тастайын. Мыналарымды 4-3 турап үстіне бұқтыра қоямын. И чеснокны 4-5 бас чеснок жайып осы. Сосын 1 қасық ас тұзы, 2 қасық шекер салыңыздар. Мен мені ашылған кабачкилерді сыртын атама ашытып алдым. Өте қатты болады. Вот мынадай ішіндегі дәндері ұнамаса сіздерге алып тастаңыздар. Осылай дәндері ұнамай жатса алып тастаңыздар. Егер жұмсақтау дәм болса қалдыра беруге болады. Мына жерде іріленіп кеткен дәндер. Сондықтан бұны алып тастаған дұрыс. Бұлар огородта, өзім огородында көп шығады кабачки. Сол жеп үлгере алмай жатамыз ғой. Сонdan осындай болып ірі болып кеткен ғой. Мені бүйтіп алып мұсырға тастай беріңіздер. Қалған жерінің өзі жетеді. Ал кішілеу болса, мысалға мыналардың дәндері жұмсақ, ұсақтау. Осылай салып жіберіңізге болады. Мінекей, тұстан салып жіберем. Әлі кабачкилерім бар. Мыналар басылу керек. Егер ас күйіп кетеді деп қорықсаңыздар, онда кішкене жарты кесе су құйып жіберулеріңізге болады. Бірақ күйге қоймайды, мен астына майын мол қойып қойдым ғой. Енді бұның дәмін, тұзының, шекерінің мына бәрі езіліп піседі ғой. Сол піскен кезде погружной блендермен езіп жіберіп, сол кезде дәмін қарауыңызға болады. Дәміне қарай тұз қосуыңызға болады, бұрыш қосуыңызға болады, шекер қосуыңызға болады. Негізі 2 ас қасық шекермен 1 ас қасық тұз жарап қалады. Мен енді әркімнің кастрюлі әртүрлі ғой, кабачкинің санында әртүрлі. Біз көз жуамен солай жасай береміз. Ең бастысы дәмінен көрініп тұрады. Ең соңында піскеннен кейін жаңа езіп блендермен қарағанда тұзы аз болса көрініп тұрады. Уже тұз саласыз. Шекер де қосуыңызға болады сол кезде қарап.
сосын томаттың 1-2 ас қасығын қосып жіберіңіз. Болмаса мен қазір қолдың помидорларын дайындап қойдым, соны да қосып көремін, ол да жақсы болады. Қолдікі қосетікі. Міне осы кастрюль неше 5 литрлік кастрюль ма, міне кішкентай кастрюль ғой. Сол кастрюльден осындай шыққан кабачкидің икрасы бар жоғы міне мына жерде тұр. Мінекей 1 литрлік бір банкі болды. Өткенде жапқаным міне 2 литрлік бір банкі болды. Бүгінде сондай 1-3 литрлік, бір қасына 1 литрлік шығатын шығар. 2 банкі болады, осы қыста жейді. Кішкентай банкілерге жапқан жақсы ғой, тез жеп қоятын. Мынаны жаңа дұрыс сепкенім ғой. И томатный пасты 2 қасық, 1 қасық, 2 қасық ұмытып кетпеңіздер. Сосын чеснок. Қазір соңғы жағында салып жіберем. 5-10 зубчигін осы жарайды. Мына жердегі жаңа кабачоктарда міне тек 2-еуі қалды. Чеснокпен мынауды басылады бұларны піскен сайын. Қазір мынауды басылады. Мен су құйып едім, мен кішкене жарты кесе су көп болып кетті, көрдіңіздер ма? Су құймағанда жақсы. Но мен ас күйіп кетер деп қорқып, жарты кесе құйып едім, өзінің де су шығып жатыр. Не әдемі не болады? Морковтың сарысымен ғой, қазір езілген кезде сары икра болатын. Сосын морковты көбірек салсаң, сарырақ болып әдемі болады түсі. Сосын кабачкидің де біреулер осындай сары болады, біреулер мынадай көк болады. Сол сарысы көптер сары болады. Но ең басты түсі емес, дәмі ғой. Түсін әдемі қылыңыз келсе, морковын көбірек салыңыз. Мінекей мыналар пісіп жатыр, езілді бәрі. Енді погружной блендермен езіп жіберемін. Асықпай қайнататын жаймен. Қазір енді салатыным чеснокты ұмытпай осы 5 жаңа бір шамалысын салып жіберін. Осына сосын томат пастан 1-2 қасық салып жіберу керек. Сосын дәмін қарап, погружной блендермен езіп жібереміз. Болды. Содан кейін ысылай банкіге құйып стерилденген. Оның алдында мынаның ішіне 1 қасық мен 70% уксусты араластырып жіберем. Банкке құярдың алдында. Сосын солай банкке құйып жауып тастаймын, болды, солай тұрады. Томатты чесногын салған кездегі түрі мінекей жақсы. Погружной блендермен мінекей осылай мынаны апарып басып. Осылай. Ана су құйма деп атқаным сол ғой. Су құйса сұйық болмасын деп. Бірақ бәрібір мінекей езіледі. Бетіңізге шашырап кетпеу үшін жоғары көтермеу керексіздер. Мынандай болып езіліп, морковы көпісі сап-сары болады. Томаттың да түсі шығады ғой, сөйтіп кабачковый икра болып шығады. Маған бір қолмен камера жасап шығайын, сосын соңғы результатын көрсетем.